Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ас үйдегі орамал сүлгілерді ағартудың бір тәсілімен бөліспекпін. Арнама қош келдіңіздер. Бұл әдіспен үйдегі күнделікті қолданатын орамал сүлгілерімізді де жуып көрсеңіздер болады. Қатты май сынып кеткен орамалдарды средствамызды кішкене көбейтіп жуып көрсеңіздер болады. Міне мендегі сүлгі сары болып сынып кеткен, өзі көріп тұрғандай видеодағыдай, өзі қап-қара болып сондай сынып кеткен. Негізі пятна дейміз ғой, сол пятналарды кетіруге жақсы средство. Осы міне екінші сүлгіні көрсетіп отырмын сіздерге. Сүлгілердің асты жағында мен суды дайындап алдым. Менде 3 литрдай су. Негізі үлкен ыдысқа средствамызды кішкене көбейтіп саламыз. Мұнда менде 2,5 ас қасықтай осы средстваны қосамын. Қатты ысытып алсаңыздар да болады суды. Одан кейін жаңағы кір болған немізді, орамал сүлгімізді ақырындап осы суға саламыз. Осы сүлгілерімізді салып болғаннан кейін бір минуттың ішінде егер суымыз қайнап кетсе, үстіне 1 ас қасық өсімдік майын қосамыз. Одан кейін ары қарай 4-5 минуттай қайнатасыздар. Егер кірі кетпей, пятнасы қалып жатқан жағдайда средстваны қосып жіберсеңіздер болады үстіне тағы да. Одан кейін кішкене тағы да ұзағырақ қайнатқан жөн болады. Енді міне өсімдік майын құямын да, мен тағы да араластырып 4-5 минуттай қайнатам. Осылай қайнатып аласыздар. Одан кейін бұл сүлгілерді қайнатып болғаннан кейін бірнеше рет таза сумен шайқап, бірақ жайып қою керек. Осы тәсілмен үй жағдайында өздеріңіздің ас үйдегі орамал сүлгілеріңізді жуып тазалап көрсеңіздер болады. Егер видеом ұнап жатса, астына пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ардақ.